Жол тіршілік тамыры дейміз, жол сапалы болса, қатынас та экономикада дамиды. Бүгін студиямызға Қазавтожол компаниясының жаңа технологияларды басқару басқармасының бас менеджері Асыл Жанкинді арнайы шақырттық. Осы тақырыпты одан әрі талқылай түсу үшін қайырлы таң. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Еліміздің территориясы өте үлкен. Бір жағында ызғар болса, суық болса, Қызылорданы мысалы алатын болсақ, жазда ыстықтан асфальтта еріп жатады. Осы жол салуда еліміздегі ауа райына қатысты ерекшеліктер ескеріле ме? Иә, әрине ескеріледі. Себебі ол бірінші факторлеп есептеледі. Жалпы айтқандай, барша құрылыс жұмыстары, ремонт болсын, нормативтік техникалық құжаттармен атқарылады, іске асырылады. Бірінші фактор айтқандай, климатқа қаралады. Климаттың бірінші жоба жасалады, құжаттық. Сондықтан жобалау іздестіру жұмыстары жүргізіледі. Қандай болсын нысанның алдында сондай жұмыстар атқарылады. Мысалы, сіз айтқандай, оңтүстіктің және де солтүстіктің айырмашылығын қарасақ, әрбір материал немесе технология қолданылмайды. Оған жеке зерттеу жасалады. Мысалы, осы Қазавтожолдың Демек, сіздер әр өңірге жол салардың алдында зерттеу жүргізіп, жобалау жүргізесіздер, иә? Маған қызық болып отыр. Мысалға, ыстық жақтарда, болмаса суық жақтарда айырмашылық қалай салған кезде, мазут дейміз ба? Сол мазутты бәлкім ыстық жақта көбірек қосу керек па, жоқ әлде аздау қосу керек па? Осы технологияның айырмашылығын айтып беріңізші? Иә. Әрине айырмашылығы бар. Мысалы, битумды айтсақ, битум деп асфальттың қаңқасы болып саналады да, қиыршық тасты жабыстыру мәселесінде. Сонда битумның ең бірінші талабы, показатель дейді ғой, ол тұтқырлыққа байланысты битумның маркасы белгіленеді. Мысалы, солтүстікті аймақтарында тұтқыр битумды қолданады. Мысалы, оңтүстік жаққа барсақ, сұйық битумдарды қолданады. Сол мәселе. Жалпы Қазақстан мемлекеті бірнеше жол климаттық аймақтарға бөлінеді. Сол араларға қарап, қандай болсын материалды, технология болсын, қолданады, іске асырылады. Ал осы материалдар өзімізде өндіріледі ме, әлде басқа жақтан алып келеміз бе? Иә, бізде де өндіріледі. Қазіргі заманда, қазіргі жағдайда өзіміздің жеке компанияларымыз бар. Солар атқарады. Мысалы, өткен жылы бір 15 шақты жаңа технологиялар сынақтан өткізілді. Енгізудің алдында әр технологияны сынақтан өткізу керек. Сынақты біз Асыл мырза, мен мынаны сұрайыншы, жаңа айтып жатсыз ғой, ол өзіміздің отандық компанияларда өндіру мүмкін, шетелдік компанияларында өнімдерін аламыз. Енді жалпы технология бойынша бұл асфальт өндіру өзіміздікі ма технологиясы, жоқ әлде шетелдің технологиясымен салып жатырмыз ба?
өзіміздің әрине өзіміздің технология ол қайдан алынады? Технология деген біздің нормативтік құжаттарымыз бар. Техникалық нормативтік құжаттарымыз содан алынады. Өзіміздің стандарттарымыз бар, нормативтарымыз бар. Сосын осылай. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Бізде қонақта болған Қазавтожол компаниясының жаңа технологияларды басқару басқармасының бас менеджері Асыл Жанкин болды. Хабарымызды жалғастырамыз.